бір ел бір кітап акциясы. Қабдеш Жұмаділов. Тағдыр романы. Бук спойлер. Жазылуы қарапайым емес, ескі қазақтың тілімен жазылған уақиға, қазақтардың Қытайда болған жағдайларын жасаған. Ертеде біздің қазақ қай уақытта да жаңағы көшпе жүреді, революциядан уақытынан бұрын да ерте кетіп қалған қазақтар Қытайда көп болған. Сонда қазақтар жөнінде жазады. Оның сондағы айтқан сөздері, солардың тұрмыстары, сондағы дәйті өте жақсы жазылған. Жұмаділовтің әр уақытта тек осы емес, осыдан басқа да кітаптары бар. Олардың әр қайсысы бөлек уақиға. Сол мына қазіргі кітабы, бұл Қытайда қызмет істеп, әкесі сол Қытайдың жерінде, қазақтар тұрғанда әкесі үлкен бай адам болып, оқытып, сол Қытайдың бір үкіметінің қолында істеп, жалғыз өзі сонда тұра жұмыс істеп жүргендер, сонда көрген өмірі, қиыншылығы, қазақтарды да шеттеткені, қазақ көп, Қытай жан-жаққа бөлініп, революциядан бұрын Қытай гүзелдерді болған уақытта қазақтарды жапондар соғысыменен сонан қашып, сонан кейінгі жаңағы бөлініп, қайда қосыламыз, Россияға ма, Қытайға ма, соны біле алмай жүрген уақыттағы уақиғаны жазған, өте жақсы. Біздің қазақтың жүрмейтін жерінде жүргендерінің айтқандарын, сонда қиыншылықтарын көрген, соны өте жақсы етіп, қарапайым емес, әдеби де емес, қазақтың ескі сөзіменен мәнерлеп жазған. Ішінде көп мысалдар бар, көп мақалдар бар, мәтелдер бар. Оның әкесінің қандай болған, сосын сол уақытта қазақтардың жиналып соғысқандарын түгелде жақсы етіп жазады. Сол уақытта суға таласқандарын. Өте жақсы роман, әр уақытта да тартымды, адамды жаңағы жалықтырмай, жақсы жазушы деп білемін.